Сәлеметсіздер ме? 9 сынып оқушылары, біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 1-тоқсанға арналған бірінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Бұл мәтін қандай мақсатта жазылған? Аудиториясы кімдер? Бұл мәтіннің мақсаты қазақстандықтарды мәңгілік ел идеясын қолдап, 2050 стратегиясын жүзеге асыруға белсенді қатысуға шақыру және халықты елдің дамуы мен мәңгілік ел идеясына жұмылдыру, ұлттық бірлік пен патриотизмді нығайтуға шақыру деп ойлаймын. Мәтін аудиториясы барша қазақстандықтар. Соның ішінде ерекше екпінмен жастарға үндеу жасалған. Келесі екінші тапсырма. Мәтіннен 3 көркемдегіш құралды теріп жазып, түрлеріне қарай ажыратыңыз. Бұл көркемдегіш құралдарды автор не үшін қолданды? Эпитет лайықты әрі ұлы Қазақстан. Ал бұл эпитетті автор не үшін қолданды? Қазақстанның дамуы мен келешегін асқақтату үшін және мемлекеттің құндылығын көрсету мақсатында қолданды. Метафора болашақтың іргетасы, уақыт сыны. Автор бұл метафораны елдің дамуы мен жетістіктерін іргетас ретінде сипаттау, оның беріктігін көрсету үшін қолданған. Уақыт сыны елдің құндылықтары мен тәжірибесінің уақыт өте келе тексеріліп, нығая түскенін көрсету үшін қолданылған. Метонимия қазақстандық жол. Автор бұл метонимияны елдің тәуелсіздік жылдарындағы даму жолын тәжірибесін көрсету үшін елдің аты арқылы соның даму тәжірибесін білдіреді. Осымен бір тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.